Қазақша ғой, опять на понтах разговаривать, снова опять. Кішкене енді настроениемен. Настроениемен кішкене, еще немного понтово, все равно дальше этот разговор. Қалай сөйлесейін? Ну, давайте проще. Проще болды. Чувствуете себя супер крутым каким-нибудь, может? Күшті. Да, чувствуете? Е? Оказывается, сокомандиксыңдар, иә? Как вам, не было тяжело бить его? Фейс-то-фейста да сөйлестік, кездесіп. Қиын болды негізі, екеуміз кездесіп. Бірақ рингта бәрін ұмытамыз деп шештік. Бауырмен бірге шығу қиын сияқты. Өйткені ең басында да көрінді, шын айтсам. Кішкене бір-бірінді қорқып. Иә, бір-бірімізге бата алмай жүрдік бірінші раундта. Уже бірінші раундтан кейін кішкене адреналинмен, эмоциямен уже ары қарай басталды. Бізде залда да ауыр болды негізі бір-бірімізге қарап. По приколам бүйтіп қарап қоямыз, қалай дайындалып аласың, лапырамыз, все деп. Бірақ қиын екен сонда да. Ничего, альхамдулилля бәрін өткіздік. Өзіңізді қалай негізі настраивать еттіңіз до боя? Мен негізі осы бойға шын айтам, ноябрьден бастап дайындалдым ғой деймін. Ең бірінші Саял джимда, Абу тренерда, по физготовке, потом Черные волки, тоже физготовка. Короче, 3 ай дайындалдым, осы бойға тоқтамай. Все, осы жемісін беріп тұр. Поздравляем! Рахмет көп. Давайте.